Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай дәмді әрі тез дайындалатын балды торт дайындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, осы видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тез дайын болатын қамыр дайындайтын боламыз. Ең алдымен сары майға осылай бал қосамыз. Мен осы жерде балдың мөлшерін көп қосып жіберіппін, сәл азайтып қойсаңыздар мүлде болады. Енді осы массамызға қант қосамыз. Араластырып алғаннан кейін отқа қойып араластырамыз тағы да. Сары май мен бал ерігеннен кейін үстіне реакцияға түсу үшін ас содасын қосамыз. Нәтижесінде ас содасымен осындай реакция жүреді. Одан кейін толықтай суытып басқа ыдысқа құйып аламыз. Және үстіне 2 жұмыртқаны кезектеп салып араластырып отырып, жақсылап араластырамыз. Осы жерде ескеретін жай, егер де сіздің массаңыз суымаған болса, жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін, сондықтан толық суытып алуға сіздерге кеңес беремін. Қамырымызға дәм келтіру үшін шым-шым тұз саламыз. Енді дайындаған ұнымызға разрыхлительді қосып, араластырып, қамырымызға сала отырып, жақсылап қамыр шығарамыз. Қамырды жасаған кезде ситадан өткізілген ұнды пайдалансаңыздар, ұнға оттегі жиналып, қамыр жақсы көтеріледі. Әрбір жасаған десерттеріңіз, торттарыңызда осылай ситадан өткізілген ұннан жасайтын болсаңыздар, жақсы шығады деген кеңес беремін. Жақсылап араластырып, осындай қамыр шығарып, оны пісіріп аламыз. Келесі кезекте крем жасаймыз. Мен ол үшін при желании сгущенка майын, және қант ұнтағын, және 1 ас қасық қаймақты пайдаландым. Барлығын жақсылап араластырып, 1 келі масса шығарамыз. Балды тортына көптеген кремдер түрі келеді. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты басқа да кремдер түрін пайдалансаңыздар болады. Ақырында тортымызды жинаймыз. Менде осындай кішкене бөліктерден 3-4 бұрышты кождар шықты. Әрбір қабатына кем дегенде 2-3 ас қасық крем жағамыз. Осылайша өте дәмді әрі тез дайындалатын тортымызды видеода көрсетілгендей жинаймыз. Жиналған тортымызды тоңазытқышқа 1-2 сағатқа саламыз. Біздің дәмді әрі тез дайындалатын тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Осындай дәмді торттарды жасап, отбасыларыңызды қуантып тұруды ұмытпаңыздар.